Оразаны бұзатын және бұзбайтын 70 амал. Ей, иман келтіргендер! Өздеріңнен бұрынғыларға ораза ұстау парыз етілгені сияқты, сендерге де ораза ұстау парыз етілді. Бақара сүресі 183 аят. Кіріспе. Ораза тарихы тереңде жатқан, илахи діндерде ғана емес, бұрмаланған сенімдердің де құлшылық актісіне кіретін, айрықша амал. Ал мінсіз әрі кемел болған ислам дінімізде ораза парыз айы болған. Оның 5 негізіне кіретін, мұсылманды сауапқа бөліп, Аллаға жақындататын іргелі ғибадат. Ауыз бекіту хижри жыл санауы бойынша 2-ші жылы бұйырылған. Айлық күнтізбе негізінде Рамазан айымен тұспа-тұс келеді. Оразаның парыздығы жайлы өз кәлемінде әлемдердің Раббысы былай дейді. Ей, иман келтіргендер! Ораза сендерден бұрынғыларға парыз етілгендей Аллаға қарсы келуден сақ болатын шығарсыңдар деп санаулы күндерде сендерге де парыз етілді. Келесі бір аятта. Рамазан адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын дәлел ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Рамазан айы туғанын көрген адам ораза ұстасын. Кім ауру болып, әйтпесе сапарда жүрсе, онда басқа күндерде өтесін. Алла сендерге жеңілдік болуын қалайды. Ауырлық түсіргісі келмейді дейді. Міне осы аяттар негізінде ғалымдарымыз оразаны парыз құлшылықтардың қатарына кіргізеді. Бірақ одан кейінгі қосалқы сұрақтар мен мәселелер де өз алдына бір төбе. Яғни, ауыз бекітуде басшылыққа алатын ережелер, оразаны бұзатын жағдайлар. Оразаны нендей себептермен кейінге шегере аламыз тағы сол сияқты жағдаяттардың барлығын. Құлшылығы Алланың құзырында дұрыс болсын деген мүміннің білуі ләзім. Алла тағала еңбегімізді қабыл әрі үмметке пайдалы еткей. Бірінші сұрақ, оразаны не бұзады? Жауап, сырттан ішке арнайы, ауыз, мұрын, ішек, табиғи жолдар арқылы кіріп, жұтқыншақ. Асқазан немесе ішекке орныққан кез келген нәрсе оразаны бұзады. Сырттан ішке қарай кіретін заттар тек қазаны немесе қазамен қоса 60 күн кәффаратты міндет қылуы мүмкін. Егер әдетте адамдар қызығып, құмартып жейтін зат жұтқыншаққа, асқазанға немесе ішекке түсіп орнықса, 1 күн қаза және 60 күн кәффарат ұстайды. Ал егер бұл заттарды адам қателесіп жеп қойса, 1 күн қазасын өтейді. Екінші сұрақ, ұмытып ішіп жеген адамның оразасы бұзылады ма? Жауап, негізгі қағидаға сүйенер болсақ, ораза бұзылып қазасын өтеуі керек. Алайда Алла елшісінен, ұмытып ішіп жеген адамның оразасы бұзылмайды делінген хадисті фақих сахабалар риуаят еткендіктен ғалымдарымыз бұзылмайды деп үкім кескен. Сәйкесінше ұмытып бір нәрсені жеген адам есіне түсе сала тоқтатып, ары қарай оразасын жалғастыра береді. Үшінші сұрақ, Рамазанда әйелімен ұмытып жыныстық қатынас жасап қойса не болады? Жауап, ораза ұстаушы адам ұмытып ішіп жесе немесе ұмытып жыныстық қатынасқа барып қойса, оразасы бұзылмайды. Алла елшісі бұл жайлы, кім ұмытып ішіп жеп қойса, оразасын қайта жалғастырсын. Өйткені оған Алла тағаланың өзі ішкізіп жегізген деген. Осы күн парыз ораза мен нәпіл оразаға бірдей. Себебі хадис екеуінің арасын бөліп келмеген. Ал егер есіне түскен бойда ішіп жеуді немесе жыныстық қатынасты тоқтатпай жалғастыра берсе, оразасы бұзылады. Төртінші сұрақ, Рамазанда тері астынан екпе салса, ораза бұзылады ма? Жауап, сырттан ішке кіретін зат міндетті түрде, мына табиғи жолдардан өтіп, тамаққа, асқазанға, ішекке қарай өтіп орнығу керек. Ол табиғи жолдар, ауыз, мұрын, іштегі терең жара. Артқа өреді. Бұдан басқа тері, тамыр арқылы егілген дәрілер оразаны бұзбайды. Кейбір ғалымдар күре тамырдан күш беретін дәрі салынса, ораза бұзылады деген пікірді алға тартқан. Сақтық үшін күре тамырдан дәрі қабылдаған адам 1 күн қазасын өтесе әбестігі жоқ. Бесінші сұрақ, ауыздағы түкірікті, сілекейді жұтса, ораза бұзылады ма? Жауап, бұл жағдайда ораза бұзылмайды. Алайда түкірікті әдейі жинап жұтудан сақтану керек. Алтыншы сұрақ, ғайбат айтса, ораза бұзылады ма? Жауап, оразаны ішке кіретін зат бұзады. Ғайбат айту көзге көрініп, қолға ұсталмайтын мағынауи нәжес болғандықтан оразаны бұзбайды. Егер кім ғайбат айту оразаны бұзады деген хадисті естіп, аузым ашылып кетті деген оймен ары қарай ішіп жесе, мәзхабымыздың негізгі пәтуасы бойынша бұл адамға сол күннің қазасын және 60 күн кәффарат өтеу керек болады. Алайда егер бұл адам қарапайым халықтың қатарынан болса,
Мүфти немесе фақих оразасы бұзылмағандығы жайлы пәтуа берсе, кәффарат міндет емес, бір себебі қарапайым халық ілімді адамға ілесуі уәжіп. Мәзхабымыздың кейбір әйгілі имамдары соның қатарында имам әз-Зайлағи. Ораза ұстаушының бұлай ойлауы күмәнға жатқандықтан кәффарат міндет емес деген. 7-ші сұрақ, Рамазанда хиджама жасату оразаны бұзады деп ойласа. Мәзхабымыздың негізгі пәтуасы бойынша хиджама жасату оразаны бұзады деп ойлаған адам әдейі ішіп жесе, бір күн қазасын және 60 күн кәффарат өтейді. Себебі оның бұлай ойлауы шариғи дәлелге сүйенілген жоқ. Ғұламаларымыз хиджама жасатушы адамның оразасы бұзылды деген хадистің тікелей мағынасы алынбайтындығына бір ауыздан келіскен. Сондықтан да хиджама жасату оразаны бұзды деп ойлау шариғи дәлелге сүйенілмеген. Алайда егер әлгі адамға мүфти кәффарат міндет емес деп пәтуа берсе, тек сол күннің қазасын өтейді. Имам Мұхаммед бұл жағдайда егер әлгі адамға хиджама жасатушы адамның оразасы бұзылды деген хадис жеткеннен соң оразам бұзылды деп ойлаған болса, мүфтидің пәтуа беруі шарт емес. 8-ші сұрақ, Рамазанда әйелін сүйсе ауызы ашылады ма? Жауап, егер жыныстық қатынасқа түсіп кетпеуіне, мәни бөлінбеуіне сенімді болса, әйел сүюде еш әбестік жоқ. Егер өзіне сенімді болмаса, әйелін сүю мәкрухы. 9-шы сұрақ, өз-өзін қанағаттандыру оразаны бұзады ма? Жауап, ер адамнан екі әйел адамнан шәует шахуат себепті бір іспен бөлінсе, оразасы бұзылады. Бұл жағдайда бір күн қаза өтеуі тиіс. Кәффарат міндет емес. Себебі кәффаратты шынайы жыныстық қатынас ғана міндеттейді. Өз-өзін қанағаттандыру ісінде мағына жағынан жыныстық қатынас табылғанымен, көрініс жағынан табылып тұрған жоқ. 10-шы сұрақ, сәресі кезінде тістің арасында қалған нанның майда қалдықтары оразаны бұзады ма? Жауап, ауыз бекітіп болған соң, тістің арасындағы күнжіттің көлеміндей өте майда қалдықтардың ішке қарай кетуі оразаны бұзбайды. Себебі қағида бойынша сақтануы мүмкін емес болған әрбір нәрсе оразаны бұзбайды. 11-ші сұрақ, Рамазанда күндіз асқазанға шланга жұту оразаны бұзады ма? Жауап, егер шланганың басында сұйық зат болмаса, немесе болып бірақ ол асқазанға түспесе, шланганы жұту оразаны бұзбайды. Себебі қағида бойынша сырттан кірген әрбір зат табиғи жолдан өтіп, тамақ, асқазан және ішекке орнығуы керек. Орнықпай кері шығарылса, ораза бұзылмайды. 12-ші сұрақ, сәресінің уақыты бітпеді деп қателесіп ішіп жеген адамның жағдайы қалай болады? Жауап, бұл адам тек бір күн қазасын ғана өтейді. Себебі кәффаратты міндет қылмайтын қағиданың ішінде қателесіп ішіп жеу, мәжбүрленіп ішіп жеу бар. 13-ші сұрақ, өздігінен тамақ жей алмайтын балаға тамақ шайнап беру оразаны бұзады ма? Жауап, егер шайнаған тамақтың дәмі тамаққа орнықса, яғни дәмін сезсе, оразасы бұзылады. Ал егер сезбесе бұзылмайды. Себепсіз шайнап берген болса, бұл ісі мәкрух амалға жатады. Бұл жайлы Раддул Мухтар және Әл-Биная кітаптарында бір нәрсенің дәмін көру мәкрух тәнзихан, халалға жақын, егер күйеуінің мінез құлқы жақсы болмаса. Тамақтың тұзын білу үшін дәмін көрсе болады. Ал егер дәмін көру міндетті жағдайлар болса, ешқандай мәкрух емес деген. 14-ші сұрақ, аузы берік адам темекі шексе оразасы бұзылады ма? Жауап, оразасы бұзылады. Бір күн қаза және 60 күн кәффарат өтейді. Себебі түтін тығыз орналасқан физикалық массалардың қатарына жатады және темекіде қызығушылық пен құмарлық сипаты бар. 15-ші сұрақ, Рамазан кезінде тамақтың иісін иіске оразаны бұзады ма? Жауап, мұндай иістерді әдейі иіскеген кезде ғана ораза бұзылады. Ал сақтану мүмкін емес болған жағдайларда иіс оразаны бұзбайды. Мысалы, көшеде, базарда немесе үйге келгенде ас үйден иістің шығып тұруы оразаны бұзбайды. Бастысы әдейі иіскемеу керек. 16-шы сұрақ, аузы берік адам байқамай шөп жеп қойса оразасы бұзылады ма? Жауап, бұл жағдайда оразасы бұзылып, бір күн қаза өтеу керек болады. Кәффара міндет емес. Өйткені адамдар әдетте шөпті қызығып және құмартып жемейді. Ал егер кейбір өлкелерде шөптің кей түрлері тамақтың орнына желінсе, ол кезде бір күн қазамен қоса 60 күн кәффарат өтейді. 17-ші сұрақ, аузы берік адамның құсуы оразаны бұзады ма? Жауап, егер құсық адамның іс-әрекетінсіз бір келетін болса, ораза бұзылмайды.
Ал егер әдейі өзін қинап аузын толтыра құсатын болса, оразасы бұзылып, қазасын өтейді. Егер құсық адамның еркінен тыс көп көлемде болсын, немесе аз көлемде шығатын болса, ораза бұзылмайды. Бұған имамдарымыз арасында талас жоқ. Құсықтың кейбір бөлігі ішке қайтуында 4 түрлі мәселе бар. Бір құсық аз бөлікте шығып, кейбірі ішке қайта кірсе, ғалымдарымыз бір ауыздан бұзылмайды деген. 2. Имам Әбу Юсуфтың көзқарасында, егер құсық ауыз толарлықтай шығып, жартысы ішке қайта кірсе, ораза бұзылады. 3. Имам Мұхаммедтің көзқарасында, егер құсық ауыз толарлықтай шығып, бірақ әдейі жұтпаса, ораза бұзылмайды. 4. Құсық ауыз толарлықтай шығып, адам оның кейбірін әдейі жұтса, ғұламаларымыз бір ауыздан бұзылады деген. 18-ші сұрақ. Рамазан айында ертең сапарға шығамын деп оразаға ниет етпей қоюға болады ма? Жауап: жоқ, болмайды. Себебі адам сапар үкіміне ниетпен емес, тұрғылықты жеріндегі соңғы үйлерден ажыраған сәттен бастап кіреді. Бұлай ниет ету харам. Себебі тұрғылықты адамға оразаға ниет етіп ұстау парыз. 19-ші сұрақ. Рамазанда таң намазынан соң сапарға шыққан адам ауыз ашуына болады ма? Жауап: жоқ, рұқсат емес. Себебі жолаушы адам Алла тағаланың ораза ұстамауға рұқсат еткен категориясына кіру үшін, оның сапары таң намазының уақыты шықпай басталып, шам намазының уақытын дейін жалғасуы қажет. Егер таң намазынан алдын сапарға шығып, бірақ діттеген жеріне асырда жетсе, ауыз ашуына болмайды. Өйткені бұл адам бір мезетте ораза ұстаушылардың қатарына және ораза ұстамауға рұқсат етілгендердің қатарына кіріп тұр. Міне сол үшін аузын ашпай оразасын ұстайды. Егер аузын ашып қоятын болса, бір күн қаза өтейді. Жасаған ісі харамға жақын мәкрух амалға жатады, кәффарат өтемейді. Себебі бұл жерде күмән бар. Ал күмән болған тұста мұсылманға кәффарат жүктелмейді. 20-ші сұрақ. Аузы берік адам мисуақ қолдануына болады ма? Жауап: мисуақ қолдануға рұқсат. Оразаны бұзбайды. 21-ші сұрақ. Рамазанда шомылуға болады ма? Жауап: салқындау мақсатында суға түсуге рұқсат. Бастысы судың тамаққа өтпеуін қадағалау керек. 22-ші сұрақ. Ораза ұстаған әйел адамға күндіз хайыз келсе не істейді? Жауап: ораза кезінде хайыз көрген әйел аузын ашады. Ораза аяқталған соң қазасын өтеп береді. Себебі ораза парыз болу үшін хайыз және нифастан таза болу шарт етіледі. 23-ші сұрақ. Шөл қысқанда ауыз ашуға болады ма? Жауап: аштықпен шөлдің қысуы ауыз ашуға жеткілікті себеп емес. Себебі әдетте ораза ұстаушы шөлдейді, ашығады. Аштық яки шөлдеу адамды өлімге немесе қатты төсек тартып қалуға алып баратын болса, аузын ашып, сол күннің қазасын ғана өтейді. 24-ші сұрақ. Қарын қатты ашқан кезде ауыз ашуға болады ма? Жауап: адамды өлімге яки қатты науқастануға алып баратын болса, аузын ашып кейін бір күн қазасын өтейді. Бұдан тыс әдеттегі аштық себебінен ауыз ашуға рұқсат жоқ. Ашатын болса бір күн қаза және кәффарат өтейді. 25-ші сұрақ. Рамазанда әйел адам жыныстық мүшесіне свеча қолданса оразаны бұзады ма? Жауап: классикалық фиқх кітаптарында әйел адамның жыныстық мүшесі табиғи жолға жатқызылған. Яғни іш пен әуреттің арасында сырттан келген затты өткізуші табиғи жол бар делінген. Ғұламаларымыз бұл үкімді өз кезеңіндегі медицинаға негізделіп айтқандығы жайлы деректер бар. Ал қазіргі медицина әйел адамның әуретін табиғи жолға жатқызбайды. Дей тұрғанмен классикалық мәтінге сүйеніп, сақтық үшін свеча қолданған әйел бір күн қазасын ұстағаны жөн. 26-ші сұрақ. Тіс қанап, қан тамаққа өтіп кетсе, оразаны бұзады ма? Жауап: егер қанға түкірік араласпай тамаққа қарай өткен болса, бір күн қазасын өтейді. Ал егер қаннан түкірік басым болған болса, қаза өтемейді. Екеуі тең болған жағдайда ықтияттылық тұрғысынан бір күн қаза өтейді. 27-ші сұрақ. Ораза кезінде күйеуі әйелін ерінен сүюге болады ма? Жауап: бұл амал мәкрүхке жатады. Себебі жыныстық қатынасқа алып баратын кез келген іс мәкрух. 28-ші сұрақ. Жолаушы адам сапардан оралса, аузы ашық болғандықтан ішіп жеуіне болады ма? Жауап: оразаның құрметі үшін ішіп жеуден тыйылуы ләзім. Хайыздан тазарған әйел де осы үкімде. Яғни, оразаның құрметі үшін ақшам намазына дейін ішіп жемнен тыйылу керек. 29-ші сұрақ. 30 күн бойы оразаға ниет етпеген адамға кәффарат міндет пе? Жауап: кәффарат тек оразаға ниет етіп, оны әдейі бұзумен міндет болады.
Бұл жағдайда 30 күн қаза өтейді. 30-шы сұрақ: ораза ұстап жүрген адам ертеңгі оразаны әдейі ұстамаса кәффарат міндет болады ма? Жауап: кәффарат тек оразаға ниет етіп, оны әдейі бұзумен міндет болады. Бұл жағдайда әдейі ұстамаған күннің қазасын ғана өтейді. 31-ші сұрақ: рамазанда әйелімен әдейі бірнеше рет жыныстық қатынас жасаған адамға қанша кәффарат өтеу міндет? Жауап: бұл жағдайда Ханафи мәзһабы бойынша барлығына бір кәффарат міндет болады. Себебі қағида бойынша жазалар бір жерге жиналмайды. Бұл адам бірінші рет әдейі жасаған жыныстық қатынасының кәффаратын өтеген жоқ. Егер өтеп кейін тағы осы іске барса, онда екінші рет кәффарат өтеу міндет болмақ. 32-ші сұрақ: аузы берік адамның сағыз шайнауына болады ма? Жауап: егер сағыздың хош иісті, тәтті дәмі болса, оразасы бұзылады. Ал егер мүлдем дәмі жоқ қара сағыз секілді сағызды шайнаса, бұзылмайды. Дегенмен бұлай жасау мәкрух амал. 33-ші сұрақ: қателесіп тас жұтып қойған адамның оразасы бұзылады ма? Жауап: қателесіп болсын мейлі әдейі тас жұтса, тек қаза өтейді. Себебі әдетте адам тасты қызығып, сүйсініп жемейді. 34-ші сұрақ: аузына жаңбыр суы кіріп кетсе, ораза бұзылады ма? Жауап: бұл жағдайда жаңбыр суының ауызға қалай кіргендігі қаралады. Егер жаңбыр адамға қарама-қарсы жауып тұрған болса, оразасы бұзылмайды. Себебі одан сақтану мүмкін емес. Ал егер өзі әдейі аспанға қарап, жаңбырға аузын тосса, оразасы бұзылады. Өйткені одан сақтану мүмкін. 35-ші сұрақ: тіс пастасын қолдану оразаны бұзады ма? Жауап: оразаны бұзудағы табиғи жолдар ауыз, мұрын, үлкен дәрет шығатын орын, іштегі терең жара. Кез келген зат осы табиғи жолдардан өтіп, тамаққа немесе асқазанға немесе ішекке баруы тиіс. Тек барудың өзі жеткіліксіз. Жетіп, сол жерде орнығу керек. Сол кезде ғана ораза бұзылады. Енді тіс пастасын алып қаралық. Тіс паста оразаны бұзуда есепке алынатын нәрсе. Бұл зат табиғи жолдан өтіп тұр. Және оның дәмі ауызды жуған кезде сөзсіз тамақта сезіледі. Соған сай оразасы бұзылады. 36-шы сұрақ: насыбай ату оразаны бұзады ма? Жауап: насыбай атқан адам сол күннің қазасын өтейді, және 60 күн кәффарат ұстайды. 37-ші сұрақ: көзге дәрі тамызу оразаны бұзады ма? Жауап: негізінде қағидаға сай көз бен тамақтың арасында өткізуші табиғи жол бар. Яғни кейде көзге дәрі тамызғанда дәрінің дәмін тамағымызда сеземіз. Қағидаға сай көзіне дәрі тамызған адамның оразасы бұзылуы тиіс. Алайда бұл үкім хадиске негізделіп, асыл қағидадан исключение жасалды. Алла елшісінен риуаят етілген хадисті негізге алған ғалымдар көзден кірген сұйықтық оразаны бұзбайды деген. 38-ші сұрақ: емізулі ана бастаған оразасын жарты жолдан тоқтата алады ма? Жауап: егер баласының немесе өзінің денсаулығына қауіп төнетін болса, яки әлсіздікке ұшырайтын болса, аузын ашып, кейіннен сол күннің қазасын ұстауында әбестік жоқ. 39-шы сұрақ: нәпіл оразасын әдейі бұзған адам кәффарат өтейді ме? Жауап: кәффарат тек Рамазан оразасына бекітілген. Нәпіл оразаны бұзған адам кейіннен сол күннің қазасын өтейді. 40-шы сұрақ: хайызы келген әйел ораза ұстау үшін тоқтататын дәрі ішуіне болады ма? Жауап: егер дәрі адам ағзасына зиян келтірмесе қолдануына болады. 41-ші сұрақ: сәресіне тұра алмай қалған адамның жағдайы қалай болады? Жауап: сәресіне тұру оразаның шарттарына кірмейді. Керісінше бұл сүннет амал. Тұра алмаған адам таңертең ниет етіп, ары қарай еш нәрсе жемей оразасын жалғастыра береді. 42-ші сұрақ: сәресіне тұрмай бесін уақытында ұйқыдан оянған адамның жағдайы қалай болады? Жауап: егер түнде ұйықтар алдын ертеңгі оразаға ниет етіп жатқан болса, оянған соң еш нәрсе жемей жалғастыра береді. Ал егер түнде ниеттенбей бесін уақытында бірақ оянса, күннің басым бөлігінде оразаға ниет болмағандықтан кейіннен осы күннің қазасын ғана өтеп береді. Дегенмен сол күні Рамазанның құрметі үшін еш нәрсе ішіп жемеуі тиіс. 43-ші сұрақ: 29 күн бойы комада жатқан адам Рамазанның соңғы күнінде оянса не істейді? Жауап: егер бұл адам комадан бесін уақыты кіруіне шамамен 1 сағат қалған кезде оянса және шамасы жетсе, сол күнге ниет етіп оразасын ұстай береді. Рамазан айы біткен соң қалған 29 күннің қазасын өтейді. Себебі ол Рамазан айының кіргендігін біліп тұр.
44-ші сұрақ. Аузы берік адам ұйқыдан жүніп болып оянса не болады? Жауап: бұл жағдайда шәует еріксіз шыққандығы себепті ораза бұзылмайды. 45-ші сұрақ. Кімдер фидия бере алады? Жауап: ораза ұстауға мүлдем шамасы келмейтін қарт кісілер және сырқаттығы өлімге дейін жалғасқан адамдар Рамазан айының әр күні үшін фидия береді. Яғни бір адамға 30 күн бойы 2 мезгіл тамақ береді. 46-шы сұрақ. Аузы берік адам сол күні есінен танып қалса, қаза өтейді ме? Жауап: Рамазан кезінде талып қалған адам сол күннің қазасын өтемейді. Одан кейінгі күндердің қазасын өтейді. 47-ші сұрақ. Қателесіп аузын ашып жіберген адам кәффарат өтейді ме? Жауап: бұл жағдайда тек сол күннің қазасын өтейді. 48-ші сұрақ. Аузы берік адам денесіне күннен қорғайтын крем жағуына болады ма? Жауап: тері ішке қарай өткізуші табиғи жолға жатпағандықтан терінің астынан салынған екпемен кремдер оразаны бұзбайды. 49-шы сұрақ. Рамазанда тіс жұлдыруға болады ма? Жауап: тіс жұлу барысында қанның тамаққа қарай өту қаупі жоғары болғандықтан бұл істі Рамазандан кейінге қалдырған жөн. Егер жұлу барысында қан түкіріктен басым болып, тамаққа қарай өтсе, сол күннің қазасын өтейді. 50-ші сұрақ. Қақырықты жұту оразаны бұзады ма? Жауап: қақырық сырттан емес ауыз қуысынан пайда болатындығы себепті оразаны бұзбайды. 51-ші сұрақ. Аузы берік адам хиджама жасатуына болады ма? Жауап: денеден қан алу оразаны бұзбайды. 52-ші сұрақ. Аузы берік әйел күндіз толғағы келсе не істейді? Жауап: бұл жағдайда аузын ашып, нифастан тазарған соң қазасын өтейді. 53-ші сұрақ. Егер адам ораза ұстап жүріп қатты аштық себепті өліп кетуден қорықса аузын ашуға болады ма? Жауап: иә, егер аштық оны өлтіріп жіберетіндей болса, аузын ашса болады. Бұл адамның жағдайы ораза ұстаса ауруы асқынып оны өлтіріп жіберетін адамның жағдайы сияқты болады. 54-ші сұрақ. Жолаушы адам сапар кезінде қайтыс болса, ұстамаған күндері мойнына қарыз болып кетеді ме? Жауап: науқас адам ауру күйінде немесе жолаушы адам сапар кезінде қайтыс болса, қазалары өтелмейді, өйткені оразаның қазасын өтейтін уақытқа жете алған жоқ. Оразаның қазасын өтеу үшін жолаушы сапардан келуі, науқастың сырқаттан айығуы шарт. Алла тағала Құранда бұл жайлы: сонда сендерден кім ауру немесе жолаушы болса, басқа күндерде төлер деген. 55-ші сұрақ. Жолаушы сапардан келген соң қаза оразасын өтемей қайтыс болса, ұстамаған күндері мойнына қарыз болады ма? Жауап: егер науқас сырқатынан айыққан соң немесе жолаушы сапардан қайтқаннан кейін дүниеден өтсе, науқастың дені сау болып жүрген күні және жолаушының тұрғылықты болып жүрген күні есепке алынып, қаза міндет болады. 56-шы сұрақ. Рамазанның қазасы қалай өтеледі? Жауап: Рамазанның қазасын өтейтін адам қаласа бөліп өтейді, егер қаласа арасын үзбей өтесе де болады. 57-ші сұрақ. Дүниеден өткен адамның атынан фидия бермей ораза ұстауға болады ма? Жауап: мәзхабымызда бұл мәселеге екі түрлі көзқарас бар. Біріншісі, ораза ұстауға болмайды делінсе, екіншісі болады делінген. Алайда ең қуатты көзқарасқа сүйенсек, дүниеден өткен адамның атынан ораза ұстауға, намаз оқуға тыйым салынған. Тек фидия ғана беріледі. Дей тұрғанмен ораза ұстап соның сауабын екі нәпіл намазының сауабын бағыштаса рұқсат. 58-ші сұрақ. Нәпіл оразаны бұзса қаза өтейді ме, әлде кәффарат па? Жауап: кім нәпіл ораза ұстап оны бұзса немесе нәпіл намазын соңына дейін аяқтамай бұзса қазасын өтейді. 59-ші сұрақ. Жолаушы адам күн батудан алдын үйіне оралған жағдайда не істейді? Жауап: шариғи күндіздің жартысынан алдын жолаушы адам сапардан қайтса немесе хайыз көрген әйел хайызынан тазарса, сол күні өздерін ішіп жеуден тияды. 60-шы сұрақ. Оразаға ниет етпей ішіп жеген адамға кәффарат міндет па? Жауап: әдейі ішіп жейтін болса, сол күннің қазасын ғана өтейді. Тіпті шариғи күндіздің жартысынан алдын оянған адам ниет етіп, оразасын ұстауға болатынын біле тұра әдейі ішіп жесе де тек қазасын өтейді. Өйткені кәффарат тек оразаға ниет еткен соң оны әдейі бұзған адамға міндет болады. 61-ші сұрақ. Оразаның бірінші күні әдейі аузын ашып, қалған 29 күнде ауыз бекітпесе не болады? Жауап: Рамазанның алғашқы күнде әдейі аузын ашып, қалған күндері аузын бекітпеген адам 30 күннің қазасын және 60 күн кәффарат өтейді. Ұстамаған әр күніне бөлек кәффарат өтемейді.
62-ші сұрақ. Ұйықтап жатқан әйелімен жыныстық қатынасқа барса не болады? Жауап. Ұйықтап жатқан әйелімен жақындасатын болса, күйеуіне қаза және кәффарат міндет болады. Әйеліне кәффарат міндет емес. 63-ші сұрақ. Рамазанда әдейі 5-6 рет жыныстық қатынас жасаса барлығына кәффарат міндет пе? Жауап. Рамазанда әдейі бірнеше рет жыныстық қатынасқа барған адам әуелгі кәффаратын өтемеген болса бәріне бір кәффарат өтейді. 64-ші сұрақ. Науқас адамға ауыз бекіту міндет пе? Жауап. Науқас адам ораза ұстауы себепті ауруы асқынап кетуден қорықса, ауызын ашады, сосын сол күннің қазасын өтейді. 65-ші сұрақ. Жүкті әйел қалай ораза ұстайды? Жауап. Жүкті және емізулі әйел егер баласына ораза ұстау себепті зиян келеді деп қорықса, ауызын ашуына рұқсат. Рамазаннан соң қазасын өтеп береді. Ұстамаған күндер үшін фидия өтемейді, себебі фидияны тек ораза ұстауға шамасы келмейтін қарт яки созылмалы науқас адам өтейді. Егер бала көкірек сүтінен басқа нәрсемен қоректенетін болса, анасы ораза ұстайды. 67-ші сұрақ. Қаза оразаға ниет қай кезден басталады? Жауап. Рамазанның қаза болған оразасына ниет міндетті түрде түнде жасалу тиіс. 68-ші сұрақ. Рамазан айында жолаушы адам нәпіл намазына ниет етуіне болады ма? Жауап. Егер сапар кезінде қиыншылық болмаса, Рамазанның оразасын ұстағаны жақсы. Имам Әбу Ханифа бойынша, егер нәпілге ниет етсе, нәпіл ұстаған болып саналады. 69-ші сұрақ. Үлкен дәрет алып жатқанда артқы әуретке су кірсе, ораза бұзылады ма? Жауап. Егер ораза екені есінде бола тұрып, артқы әуретінің ішіне су кіргізсе, оразасы бұзылады. Бір күн қазасын өтейді. Ал егер есінде болмаса бұзылмайды. 70-ші сұрақ. Тістің арасындағы тамақ қалдығы оразаны бұзады ма? Жауап. Егер тіс арасындағы ет ноқат көлемінен кішкентай болса, оразаны бұзбайды. Алайда ауыздан шығарып қайта жеуден сақтану қажет. Жеген жағдайда көлемі ноқаттан кішкентай болса да ораза бұзылады.